Егер мен саған 2000 жыл бұрын адамдар әжетханада отырып әңгімелескен десем, сенер ме едің? Иә, ежелгі Римде әжетхана жеке бөлме емес, бұл қоғамдық орын болған. Жеке кабиналар жоқ болған, есік те жоқ, құпиялық та жоқ болды. Бірақ соған қарамастан олар бізден әлдеқайда дамыған инженерлік жүйеге ие болды. Қалай дейсіз ғой, онда мынаған бірге қарап көрейік. Ежелгі Римдегі қоғамдық әжетханалар ұзын тас немесе мәрмәр орындықтардан тұрған, қатар-қатар тесіктер қойылған. Адамдар бір-бірінің дәл жанында отырған. Байсың ба, кедейсің бе, бәрі бір жерде. Бұл жерде ұят деген түсінік болмаған. Римдіктер үшін бұл қалыпты жағдай болатын. Керісінше олар бұл уақытты бос өткізбеген. Олар жаңалық талқылаған, саясат туралы сөйлескен, сауда мәселелерін шешкен. Дәретхана бір жағынан әлеуметтік клуб рөлін атқарған. Ең таңғаларлығы гигиена жүйесі. Орындықтардың астымен үнемі таза су ағып тұрған. Бұл су қалдықтарды қалалық кәріз жүйесіне алып кететін. Римде сол кезде-ақ дамыған канализация болған. Соның ең атақтысы Клоакари Максима. Бұл жүйе біздің заманымызға дейін 6 ғасырда салынған. Кей бөліктері әлі күнге дейін бар. Судың үнемі қозғалыста болуы иісті азайтқан. Қалдық жиналмай бірден ағып кететін болған. 2000 жыл бұрынғы технология, ал біз кейде заманауи қалада кәріз жүйесін көріп жүрміз. Енді тағы бір қызық мәселе, дәретхана қағазы болмаған. Оның орнына терсори қолданған. Ол таяққа бекітілген губка болып табылады. Оны пайдаланған соң ағып тұрған суға жуып, кейде сірке суына салып қойған болатын. Иә, ол ортақ қолданылған. Қазіргі көзбен қарасақ, уаш әрі антисанитария сияқты көрінеді. Бірақ сол заман үшін бұл ең тиімді шешімдердің бірі болған. Ең бастысы су жүйесі бар еді. Енді барлығына бірдей ме? Әрине, барлық әжетханалар бірдей болмаған. Қарапайым қоғамдық орындарда болды, ал бай үйлерінде жеке әжетханалары кездескен. Кейбір қоғамдық әжетханаларда мәрмәр еден, қабырға мозаикалар, тіпті декор элементтері де болған. Бұл инфрақұрылымның Рим қоғамдағы маңызды рөл атқарғандығын көрсетеді. 2000 жыл бұрын римдіктер қоғамдық кеңістікте мүлде басқаша қабылдаған. Олар үшін де әжетхана ұят емес, тұрмыстың табиғи бөлігі болып саналған. Ал инженерлік тұрғыдан қарасақ, олар біз ойлағаннан әлдеқайда дамыған еді. Ал енді сізге сұрақ, егер сіз ежелгі Римде өмір сүрсеңіз, осындай әжетханаға барар ма едіңіз? Пікіріңізді төменде қалдыра кетіңіз.